Мына 4 түрлі дертке шалдыққандарға банан ашып жеуге болмайды. Бананды мейлінше түске дейінгі уақытта жеу керек. Банан көңіл-күйді көтеретін, стресс деңгейін түсіретін, иммунитетті нығайтатын жеңіл азық. Ауруханада жатқан кез келген науқасқа тамақ апаратын кезде міндетті түрде жанына банан мен алма қосатынымыз анық. Тіпті тісі енді ғана шығып жатқан кішкентайларға да бананды езіп береміз. Бұлайша бананға сіңімділігі жеңіл, пайдалы қасиеті мол әрі дәруменге бай тағам ретінде қараймыз. Десе де бананның да шектелетін кезі болады екен. Нақтырақ айтқанда, бананның ағзаға зиянды жағы анықталды және кей дертке шалдыққан науқастарға да банан жеуге тыйым салынды. Зерттеушілердің мәліметіне сүйенсек, бананның құрамында аллергия тудыратын серотонин заты бар көрінеді. Әсіресе бананмен бірге грек жаңғағын, бадам, шоколад жесеңіз, теріңіз гүлдеп шығады екен. Сонымен қатар, калорияға бай бананды семіздікке бейім жандарға жеуге болмайды. Достар, біздің еңбегімізді ескеру мақсатында тіркеліп, қолдап кетіңіздер және жаңа шыққан видеоны алу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет айтамыз. Банан ағзадағы сұйықтықтың жылдам шығуына, қанның қоюлануына, көк тамырдың қабынуымен қан қуысының тығындалуына, варикоздың пайда болуына, инфаркт пен инсульт алуға ықпал етеді. Сонымен қатар, 50-ден асқандарға да банан жеуге кеңес берілмейді. Өйткені бананның құрамындағы крахмалдың сіңуі қиындайды да, салдарынан газ жиналып, іштің кебуіне әкеледі. Бұл жайсыздық үлкендер түгілі жастарға да, тіпті кішкентайларға да айтарлықтай кері әсер етеді. Сонымен, бананды қандай аурумен ауыратындарға жеуге болмайды? Батыс ғалымдары мына дертке шалдыққандарға банан жеуге болмайтынын дәлелдеді. Қант диабеті. Диабетке шалдыққан науқастарға таза піскен банан жеуге болмайды. Себебі науқастың қант мөлшері көтеріліп кетеді. Егер аталған жеміске соншалықты аңсарыңыз ауса, көкшіл түсті дәмі қышқыл жемісті таңдағаныңыз жөн. Таза піскен бананның шырыны науқастың жағдайын нашарлатып, саулығының сақталмауына әсер етеді. Семіздік. Артық салмақпен күресіп жүргендерге де банан жеуге тыйым салынады. Өйткені банан қантқа бай. Салдарынан қандағы қант деңгейі көтеріліп, зат алмасу қиындайды. Бұл өз кезегінде май клеткаларының көбеюіне септігін тигізеді. Сондай-ақ ишемиялық ауруға шалдыққандарға да банан жеуге үзілді-кесілді тыйым салынады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, банан қанды қоюландыратын ең қауіпті жеміс екенін ескеріңіз. Варикоз. Банан ағзадағы сұйықтықтың жылдам шығуына ықпал етеді. Ағзадағы сұйықтық азайса, қанның қоюланатыны белгілі. Ал қан қоюланғанда тамырдағы қанның ұю қаупі туады. Сондықтан да инсульт, инфаркт алғандарға, көк тамыры әлсіздерге бананды өте абайлап жеуге кеңес береміз. Асқазан. Егер сіздің асқазаныңызда ас қорыту жүйесінде қандай да бір ақау болса, онда банан жеуге болмайтынын біліңіз. Сонымен қатар, іші жиі өтетіндерге де ескертеміз. Себебі банан құрамындағы жасұнықтың әсерінен өте баяу қорытылады, ал ол іш пен ішектің кебуіне әкеледі. Өздеріңіз білетіндей, жасұнық ішектің тез босануына септігін тигізеді. Осымен видеоның соңына жеттік. Арнада денсаулыққа пайдалы көптеген видеолар бар. Ол үшін каналға жазылып, өздеріңізге ұнаған пайдалы видеоларды көріңіздер. Туысқандарыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Назарларыңызға рахмет.